Сіз ғылыми жұмыс бастағыңыз келеді, бірақ қалай және қайда бастау керектігін білмейсіз бе? Мен бұл сезімді жақсы білемін. Назарбаев университетінің профессоры ретінде ақш және Ұлыбританияда білім алған және де 20-дан астам ғылыми мақалалардың авторы ретінде мен осы видеода сізге ғылымға жолды қалай ашу керектігін 4 ең маңызды тәсілдерді және де кеңестерімді айтамын. Алғашқы кездері мен көптеген қиындықтарға тап болғандығын жасырмаймын. Бас кезінде не істеу керек екенін, ғылым деген не, ғылыми жоба дегенді қалай істейді деген сұрақтар көп болады. Бірақ сол қателіктердің бәрі маған үлкен сабақ болды. Қателіктерді қайталамас үшін мына видеода сіз ең маңызды әдістер мен платформаларды, ғылыми зерттеулеріңізді қалай жоспарлайтынын түсінесіз. Ғылым жолындағы алғашқы сәтті қадамдарыңызды бірге жасайық. Тақырыпты таңдағаннан кейін ең маңыздысы ғылыми мақалаларды шолу. Ғылыми мақалаларды шолу не үшін керек? Сіз тақырыпты таңдағаннан кейін ол тақырып саласында қандай жұмыстар жарияланды, ғылымдар не жасап үлгерді, және де ол тақырыпта не жеткіліксіз екенін түсініп, толыққанды білу керексіз. Ол үшін ғылыми мақалаларды әртүрлі веб-сайт, платформа, база данлықтан іздейсіз. Ол база данлықтардың түрі бар. Ең маңыздылары Google Scholar, Web of Science, Scopus, PubMed және де IEEE Explorer деген платформалар бар. Осы веб-сайттарды қолдана отырып, тақырыбыңыздағы кілт сөздерді енгізіп, сол тақырыпта соңғы 3-4-5 жылда не жасалғанын оқып шығуыңыз жөн болады. Ғылыми мақалаларды оқу туралы бөлек видеода айтамын, бірақ оны оқу бірден оңайға берілмейтін нәрсе. Сіз көп оқыған сайын көбірек түсінесіз. Және де ағылшын тілі ең басты дүниежүзілік тіл болғандықтан, ғылымда істегендіктен сіз ағылшын тілін жеттік меңгергеніңіз жөн. Екіншісі жоспар құру және де уақытты басқару. Сіз тақырыбыңызды таңдадыңыз делік, бірақ тақырыбыңыз жеткілікті терең ба, әлде кіші ма, ол сіздің сол ғылыми жұмысқа қанша уақыт пландағаныңызға байланысты. Мысалы, егер сіз бір семестрлік сабақта ғылыми зерттеу жасау керек болсаңыз, онда ол 4-5 ай алады. 4-5 айда терең ғылым жасау өте қиын. Сондықтан сіз сол уақытқа сай кішірек тақырып таңдауыңыз жөн болады. Ал егер сіз PhD жасап жатсаңыз, онда сіздің ғылыми тақырыбыңыз 3-4-5 жылға созылатын үлкен және де терең тақырып болуы жөн. Соған байланысты сіз уақытыңызды жоспарлауыңыз керек болады. Уақытты жоспарлағанда үлкен сол сіздің зерттеуіңіздің соңында бір ең үлкен мақсатыңыз болады. Сол гипотезаны жоққа шығарам, немесе ол гипотезаны дәлелдеймін деген мақсат болады. Гипотезаны дәлелдеу үшін мен мынандай кіші мақсаттарға жетуім керек бірінші. Сондықтан сіздің зерттеуіңіздің үлкен мақсатын кіші мақсаттарға бөліп, оны уақытпен, аймен жоспарлауыңыз жөн болады. Ол үшін таблица қолданыңыз. Таблица Gantt чарт деп аталады. Оның мысалдары интернетте де бар. Егер қызық болса, мен оны басқа видеода айтып кетемін. Сіздің ғылыми зерттеуіңіз неғұрлым жақсы жоспарланса, соғұрлым кейінірек сізге ол кіші мақсаттарыңызға жету оңайға түседі. Үшіншісі жазу. Егер сіз ғылыми тақырыпты таңдап, жоспарыңызды құрып, бастап жатсаңыз, ғылыми мақала оқығанның өзінде де жазудың маңызы өте зор. Ол не үшін керек? Сіздің ғылыми зерттеуіңіздің соңында сіз бәрібір де қорытынды бір документ жазасыз. Ол диссертация болсын, курсовой болсын, жай ғылыми қорытынды документ болса да бәрібір бір қорытынды жасау керек боласыз. Соңында жазу керек кезде біз басында не істегеніміз көп жағдайда ұмытылып кетеді. Сондықтан күн сайын жазып отыруды әдетке кіргізу керек. Ғылыми шолу жасап жатсаңыз да, күн сайын сол ең маңызды не
оқыдыңыз, ең маңызды қандай ғылыми мақалалар таптыңыз, соны түртіп бір документке жазып отыруыңыз жөн. Соңында бұл өте көмектеседі. Және де төртінші ол өзіңіздің қателіктеріңізден үйрену. Ғылым саласында кейбірлер гипотезасын дәлелдеу үшін нәтижелері жаман болып қалса, ол жаман деп есептейді. Бірақ ғылымда айтылады, жаман нәтиже ол да нәтиже дейді. Яғни күткендей нәтиже шықпаса да, бәрібір ол зерттеудің нәтижесінен бір қорытынды шығара аласыз. Ол экспериментті немесе ол зерттеуді мен басқаша жүргіземін деп келесте, немесе мынаны енді қарай істемеймін деп бір қорытынды шығару өте керек нәрсе. Сондықтан жақсы жаман нәтижеде бөлмей, әр жасаған қателіктеріңізден бір анализ шығарып, сабақ алып отырған жөн. Ал ғылыми жұмысты баста өте үлкен мүмкіндік, бастаудың өзі 50% жетістік. Осы видеода айтылған кеңестер сізге пайдалы болса, онда лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Келесі видеоларда мен ғылыми зерттеулерге байланысты және де уақытты тиімді пайдалану кеңестер ашып айтып отырамын. Егер сұрақтарыңыз болса, астына комментарийге жазып кетіңіз. Бір тақырып қызықтырса, мен оны келесі видеода ашып толықтырып айтамын. Сізде осы аптаға қандай мақсат қойылған? Ең маңызды мақсаты қандай екенін түсініп, сол мақсатқа күн сайын бір қадам жасап отыруыңызды ұмытпаңыз. Келесіде көріскенше сау болыңыз. Гүлсім Құлшарова.